Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі Жармұхамбетова Жанат Қаратай қызы. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті 9 сыныпта. Бірінші бөлімнің 8 сабағы. Сабақтың тақырыбы қазақ жазба мәдениетінің даму тарихы. Оқу мақсаттары: берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау. Өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану. Сабақтың мақсаттары: тақырыпқа сай сөздерді қолдана отырып, мәтін құрау, өздік етістің қызметін білу, өздік етістерді жазба жұмыстарында орынды қолдану. Бірінші тапсырма айтылым. 19 бет 4 тапсырмаға көңіл аударайық. Кестеге сүйеніп, қазақ жазба мәдениеті тарихының бір кезеңі туралы қысқаша мәтін құрап айт. Ауызша сөзде төменде берілген тұжырымдарды пайдалан. Дескриптор: мәтін құрайды, ақпараттарды талдайды, ой қорытындысын жасайды. Әрі қарай өздік етістіктің ережесін қайталап еске түсірейік. Өздік етіс қимылдың іс-әрекеттің орындаушысына, іс иесіне тікелей қатысын білдіретін етістің түрі. Өздік етіс етістіктерге ын, ін, жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ки, ін, жу, ын, тағы басқа. Осы ережеге қатысты жаттығу жұмыстарын жасайық. Жазылым: берілген етістіктерді өздік етіске айналдыр. Олармен сөйлем құрап жаз. Дескриптор: берілген етістіктердің мағынасын түсінеді, өздік етістің жұрнағын дұрыс жалғайды, сөйлем құрайды. Берілген етістіктер: сұра, жу, көр, ойла, сайла. Жұмыс жасаймыз. 19 беттегі 8 тапсырманы қарайық. Әр түрлі дерек көзден ұлы адамдардың жазу тарихы мен мәдениеті туралы 3 қанатты сөзін тауып жазыңдар. Дескриптор: ақпарат көздеріндегі деректерге сүйенеді, деректерді тиімді пайдаланады. Балалар, сабақ аяқталып қалды. Енді мына сұрақтарға көңіл аударайық. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Сабақта не үйрендіңдер? Не үйренгілерің келеді? Сұрақтарын қорыта отырып, осы сабақты аяқтаймыз. Сау болыңдар.